сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тыңдайтындарыңыз жылқы тезегі. Жылқы тезегі көбінесе жас күйінше пайдаланылады. Жылқы тезегінің ортасын жарып, ішіне қажетті деп тапқан дәрілік затты салып, тезектің сырты тобырсып кепкенше қыздырады. Сосын ішіндегі дәрінің қажетіне қарай кейде улы деген дәрілерді алып пайдаланады. Тағы бір емшілік түрлерінде жас тезекті сығып, суына қажетті деп тапқан дәрілік затты қосып, жақпа май ретінде пайдаланады. Белі шойырылып, шаншу қадалып, суық тиген адамдар жылқының көңіне де түседі. Адамды астына көң төсеп шалқасынан жатқызады да басынан басқа жерін көңмен жауып тастайды. Белі шойырылған адамды жылқының жас тезегімен булау әдісі де кең қолданылған. Жас тезекті езіп тайқазанға қайнатады. Қайнап болған тезекті ағаш жастауға салып, үстін бір қабат жеңіл шүберекпен жабады. Оның үстіне адамды жатқызып, денесін киізбен немесе тонмен жауып қояды. Осы процесті 3 рет қайталайды. Сіздердің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрмет орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры, шипалы емдеу орталығының директоры Қайрат Айдарханұлының еңбектерінен алынған пайдалы кеңестер.